Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілі сабағының 56-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться бастырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, үй жұмыстарын жасап, сабақтарыңды өздеріңнің жасай аласыңдар балалар. Сол үшін балалар міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы мүшелерінің мамандықтары қос сөздер. Пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырамын, қос сөздерді қолдануға жаттығамын. Бірінші бізде балалар 40-шы жаттығу мәтінді мұқият тыңда дейді, иә? Әке шешем қойшы болды. Ай далада ақ боз үй. Айналаның бәрі бұйра-бұйра құм. Сексеуіл жусанды дала. Бір отар малды шеген құдықтан суарады. Бір отарда 1000-ға жуық қой бар. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап қауға тартамын. Бір қауғаға 30 литрдей су сыяды. Әкем қауғадағы суды ағаш науға құйып тұрады. 1000 қойды суару үшін қанша рет қауға тарту керек? Әр қой кемінде 1 литрге жуық су ішеді. Қанша қауға тартқанымды санап отырамын. 100-ге дейінгі санды қауға тартып жүріп үйрендім. Көпен Әмірбек. Енді балалар, бізде мына жерде сұрақтар берілген екен, иә? Сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыр. Сұрақтарға жауап беріп көр. Сұрақ құрастыруды қалай ойлайсың? Сенің ойыңша неліктен, не себепті сұрақтар мен тіркестерді пайдалан дейді. Әңгімедегі бала санауды қалай үйренді? Оның әке-шешесі кім? Үшінші сұрақ, мәтіннен күрделі сөздері бар сөйлемдерді теріп жаз. Күрделі сөздердің астын сыз дейді балалар. Енді балалар, бірінші сұраққа жауап беруге, пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қарастыр және оларға жауап бер дейді. Бірінші бізде балалар, мысалы, қалай ойлайсың, бір қауғаға неше литр су сыяды? Бір қауғаға 30 литр су сыяды деп жауап береміз, иә? Келесі екінші сұрақ. Сенің ойыңша әр қой кемінде неше литр су ішеді? Менің ойымша әр қой 1 литрге жуық су ішеді деп жауап береміз. Келесіде балалар, енді келесі сұрақтың жауабы бізде әңгімедегі бала санауды қауға тартып жүріп үйренген, иә? Сол кезде ол 100-ге дейін санауды үйренген. Оның әке-шешесі қойшы болған. Енді балалар, бізде күрделі сөздері бар сөйлемдерді тауып жазуымыз керек, иә? Ол бізде балалар, әке-шешем қойшы болды, айналаның бәрі бұйра-бұйра құм. Бұл жерде балалар күрделі сөздер әке-шешем және бұйра-бұйра деген сөздер екен, иә балалар? Келесі бізде балалар 41-ші жаттығу өлеңді оқы дейді. Қора-қора қой жатыр, қарын-қарын май жатыр, түйе-түйе жын жатыр, ауыл-ауыл ел жатыр. Ахмет Байтұрсынұлы. Енді балалар күрделі сөздерді тап дейді, олардың қалай жасалып тұрғанын байқа, мағынасын түсіндір дейді. Күрделі сөздің бір сыңарын алып тастап айтып көр, сонда нені байқадың дейді. Енді балалар, бірінші біз күрделі сөздерді тауып алайық, және олардың қалай жасалғанын байқап көрейік. Және де балалар күрделі сөздердің бір сыңарын алып тастап айтып көреміз, иә? Бұл жерде балалар күрделі сөздер бізде қора-қора, қарын-қарын, түйе-түйе және ауыл-ауыл деген сөздер. Бұл сөздер балалар көп мағынасын білдіріп тұр, яғни көп деген мағынаны білдіреді екен. Бұл сөздердің қайталану арқылы жасалып тұр екен, яғни қора-қора деген бір сөз екі рет қайталанып тұр деген қайталанып жасалып тұр екен, балалар. Енді балалар бір сыңарларын алып тастап айтатын болсақ, қора, қарын, түйе, ауыл сияқты жай ғана сөздер пайда болады екен. Ал егер қайталанып айтылса, онда балалар олар басқа, яғни көп деген мағынаны білдіреді екен, балалар? Келесі бізде екі сөздің қайталануынан жасалған күрделі сөздерді қос сөздер деп атайды. Жазуда қос сөздердің арасына дефис қойылады, яғни сызықша, дефис. Мысалы, мая-мая, әке-шеше, көре-көре, құрал-сайман деген сияқты қос сөздердің арасына бізде дефис қойылады екен, балалар? Осы ережені балалар ереже дәптерлеріне
көшіріп жазып қойыңдар. Сонда сендер балалар ережелерді тез тауып алатын боласыңдар. Келесі бізде балалар 42-ші жаттығу, мақалды оқып жатқа жаз дейді. Көре көре көсем боларсың, сөйле сөйле шешен боларсың. Одан кейін балалар қос сөздердің астынсыз қос сөздің бір сыңарын алып тастаса, сөйлем мағынасында қандай өзгеріс болады дейді. Бірінші балалар осы мақалды жаттап алыңдар, иә? Яғни балалар, көре көре көсем боларсың, сөйле сөйле шешен боларсың. Бұл жерде балалар көре көре және сөйле сөйле сөздері қос сөзге жатады екен, иә? Енді балалар, егер қос сөздің бір сыңарын алып тастасақ, бұл жерде сөйлем мағынасы өзгеріп кетеді. Мысалы, сөйле сөйле қос сөзі бізде ұзақ уақытта қайталанған іс-әрекетті білдірсе, бір сыңарын алып тастап айтқанда жай ғана сөйлеу деген мағынасын білдіреді екен, иә балалар, осындай ерекшелігі бар екен. Келесі бізде балалар 43-ші жаттығу, берілген қос сөздердің суреттегі қай мамандық иесіне қатысты екенін тап дейді. Яғни балалар, мына жерде мынандай қос сөздер берілген екен. Киім кешек, көйлек көншек, тіге тіге, құрал сайман, ыдыс аяқ және жеміс жидек. Бұл жерде балалар мынандай мамандық иелері суреттелген екен. Біріншісі бізде дәрігер, екіншісі тігінші, үшіншісі бізде аспазшы екен. Осы берілген қос сөздерді біз қай мамандыққа қатысты екенін тауып жазайық, иә? Одан кейін балалар бізге өз отбасы мүшелерінің мамандықтары туралы әңгімеле дейді. Бірінші балалар бізде дәрігер, иә? Дәрігерге бізде құрал сайман қос сөзі сай келеді. Келесі тігінші мамандығына бізде киім кешек, көйлек көншек және тіге тіге деген қос сөздер келеді екен, иә? Келесі аспазшы, ыдыс аяқ және жеміс жидек сөздері, яғни қос сөздері жатады екен, иә балалар, қатысты екен осы сөздер. Енді балалар өздеріміздің өздеріміздің отбасымыз туралы, олардың қандай мамандық иелері туралы айтуымыз керек, иә? Мысалы, менің отбасымда ата-анам, бір ағам, бір інім және мен бармын. Менің әкем банк қызметкері, ал анам дәрігер болып жұмыс атқарады. Ағам 6-шы сынып оқушысы, кіші інім 2-ші сынып оқушысы, ал мен 4-ші сыныпта білім алып жатырмын деп жауап берсеңдер болады балалар. Келесі бізде балалар 44-ші жаттығу, қос сөздерді оқып шығып көшіріп жаз дейді. Биік-биік, ыдыс-аяқ, кіп-кішкене, көйлек көншек, анда-санда, қарқ-қарқ және жап-жасыл сөздері. Бұл енді балалар қос сөздердің құрамындағы сөздерге назар аудар дейді. Өзің таңдаған қос сөздерді қатыстырып бірнеше сөйлем құра дейді. Бірінші балалар осы сөздерді көшіріп жазып аламыз, иә балалар? Яғни биік-биік, ыдыс-аяқ, кіп-кішкене, көйлек көншек, анда-санда, қарқ-қарқ, жап-жасыл. Бұл жерде балалар қос сөздердің кейбіреуі қайталану арқылы жасалып тұрса, кейбір қос сөздер әртүрлі қос сөздер қосылып, әртүрлі сөздер, яғни қосылып, қос сөздер құрап тұр екен, иә? Мысалы, ыдыс және аяқ деген әртүрлі екі сөздің қосылу арқылы жасалған қос сөз екен. Ал биік-биік, қарқ-қарқ деген сияқты сөздер бізде қайталану арқылы жасалып тұр екен, иә балалар? Енді балалар бізге сөйлем құрап жазуымыз керек. Біз бірінші, аспанда қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып жүр. Екінші, мен бүгін анама көмектесу үшін ыдыс аяқтарды жуып қойдым. Үшінші, көктем келісімен жер жүзі жап-жасыл түске айналды. Келесі бізде балалар 45-ші жаттығу, қарамен жазылған сөздерді қос сөзге айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бірінші, балалар қардан аққала жасап ойнап жүр. Үсті бастары қар. Екінші, биік таулар алыстан көз тартады. Үшінші, Айгүлдің шашы желмен желп етті. Төртінші, Жанат бұған қуана келісті. Енді балалар қос сөз сөйлемге қандай мағына үстегенін байқа дейді. Қос сөзді құрап тұрған сыңарларды салыстыр дейді. Бірінші бізге балалар бұл жерде қарамен жазылған сөздерді қос сөздерге айналдырып, осы тұрған 4 сөйлемдерді дәптерімізге көшіріп жазуымыз керек біз, иә? Енді қарай қойыңдар. Енді балалар, біріншісі бізде балалар қардан аққала жасап ойнап жүр. Үсті бастары қар болады. Екінші, биік-биік таулар алыстан көз тартады. Үшінші, Айгүлдің шашы желмен желп-желп етті. Төртінші, Қанат бұған қуана-қуана келісті.
Енді балалар, қарамен жазылған сөздерден қос сөз жасағанда бізде олардың мағыналары өзгермеді, иә? Ол сөздер бізде қайталама қос сөздер деп қос сөздер болып тұр екен, иә? Яғни балалар, мысалы біз алатын болсақ, үсті бастары қар дегенде. Яғни балалар, үсті бастары қар деп айтатын болса, жай ғана біз онда бұл жерде, яғни үстілерінің бәрі қар дегенді білдіреді. Ал егер біз қар сөзінен қос сөз жасап, үсті бастары қар десек, онда бізде мағынасы өзгермеді, иә? Яғни әлі де үсті басы қар дегенді білдіріп тұр екен, иә? Яғни мағыналары өзгермеді. Енді балалар, келесі бізде 46-шы жаттығу, кестеге қара және түсіндір дейді. Бізде балалар қос сөздердің екі түрі берілген екен, иә? Қайталама және қосарлама қос сөздер. Қайталама қос сөздердің біріншісі бізде бір сөздің қайталануынан жасалған қос сөздер. Мысалы, мая деп бізде бір сөз қайталанып айтылып тұр екен, иә балалар? Келесі, бірінші сыңарына қосымша жалғану арқылы жасалған қос сөздер. Яғни, бетпе-бет деп, яғни қосымша жалғану арқылы жасалып тұр екен, иә балалар? Бетпе-бет болып тұр. Екі сыңарына да қосымша жалғану арқылы жасалған қос сөздер дейді. Үйді үйімізге дейді. Яғни балалар, екеуіне де екі сыңарына да бізде қосымшалар жалғанып тұр екен, иә? Төртінші, бірінші сыңары күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздер дейді. Яғни балалар, мысалы, сап-сары, қып-қызыл, жап-жасыл деп күшейтіп айтып тұрады, иә балалар? Сол бізде қайталама қос сөздердің төртінші түріне жатады екен. Келесі қосарлама қос сөздер. Біріншісі, екі сыңарының да мағынасы бар қос сөздер, яғни құрбы құрдас дейді. Бұл жерде балалар, екі сыңарын бөлек-бөлек алып қарайтын болсақ, екеуінің де мағынасы бар, иә? Біріншісі құрбы, екіншісі құрдас деген сияқты. Екінші түрі, бір сыңарының мағынасы жоқ қос сөздер. Яғни балалар, бала-шаға. Бұл жерде балалар, бірінші сыңарында бізде бала сөзінде мағына бар, иә? Ал шаға сөзінде бізде мағына жоқ, иә? Яғни мағынасыз сөз. Енді үшінші түрі бізде екі сыңарының да мағынасы жоқ сөздер. Яғни ығы-жығы дейді. Ығы-жығы деген балалар, ол бізде өте көп адам деген сияқты, өте көп шоғырланған адамдар деген сияқты, орын деген сияқты мағынаны білдіріп тұр, иә? Бірақ екеуін бөлек-бөлек алып қарайтын болсақ, олардың бізде мағыналары жоқ екен, иә балалар? Осындай бізде балалар қос сөздердің түрлері бар екен. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып кетіңдер. Одан кейін балалар, біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын оқып, үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген сабақтарыңды, тақырыптарыңды оқып, үйрене аласыңдар. Балалар, сендерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.